Ассалаумалейкум достар. Осы жаңа ғана мына YouTube Тәңірберген Бердоңғаровтың каналынан Астана қазақша сөйлейді ме? Қазақ пен түрік қаладағы сатушылармен сөйлесіп жүр. Қазақстан язык деген ролигін көрдім. Онда Тәңірберген белгілі түрік журналисті Оғыз Доған екеуі мынау Хан Шатыр сауда орталығын аралап жүр екен. Сондағы бутиктерде сондағы адамдармен сөйлесіп, солардың қазақтың тілін білу, білмеу деңгейін тексеріп жүрген ролигін көрдік. Рахмет Тәңірберген, жақсы, саған лайк. Осындай роликтерінде жаза берсең, өзіңде міне қазақша үйреніп кетеді деген ой бар енді. Білем, кішкене саған қазақ тілі қиындау болып тұр. Алдыға жылжисың деп ойлаймын. Енді өзіңнің ана тіліңді жаттап, жақсылап, енді ана тілде сөйлейтін боласың. Енді осындай роликтер түсіре берсең. Расында да мынау қазақ тілі деген проблема бізде әлі тұр. Қазақстанда көп жерлерге барсаңыз, шынымен де қазақша емес, ең бірінші орыс тілінде амандасады. Және де Тәңірбергеннің айтқаны тағы бір жұмысқа орналасу мәселесі. Я бар, кейбір жерлерде әлі де осы міне біз Қазақстанда тұрсақ та, бізде кейбір мекемелер орыс тілін білмесе жұмысқа алмауы мүмкін. Мүмкін емес, енді ол таза шындық деп айтуға болады. Мүмкін емес, ол шындық. Кейбір мекемелерде мынау, егер орыс тілін білмесең, оны біздің Қазақстан мемлекетінде тұрып, орыс тілін білмесең, жұмысқа алмауы мүмкін. Бірақ ол олмай. Одан да масқарасы бар ғой. Бізде кейбір өнеркәсіптерде бар, тек қана орыс ұлты ғана жұмыс істейтін мекемелер бар осы Қазақстанда. Онда қаншама рет осы жігіттерден, адамдардан естіп жүрмін. Сен анау неге өнеркәсіпке барма, ана жерге барма. Өйткені ол жерде қазақтарды алмайды деген сөздерді де естіп қалғаным бар. Ондайлар шындық. Бірақ енді сол шындықты қалай енді? Мынаны бірдеңке қылып түзету керек. Сүде отырған біздің депутаттар бар, үлкен шенеуніктер бар. Бұл жағдайды бұлай қалтыруға болмайтын сияқты. Қазақ тілін кеңінен мынау өнеркәсіптерге орыс ұлттары ғана жұмыс істесін, басқа ұлттар жұмыс істесін, қазақ тілін мәртебесін түсіруге болмайды. Және де өзіміздің елімізде жүріп, қазақтың адамдарының өз мемлекетінде істеп тұрған өнеркәсіптерге, өндірістерге, және де басқа жекеменшік фирмалар болсын, жұмысқа алуы, соны да қарастыру керек. Мынау не деген масқара? Мынау өзі Қазақстан мемлекетінде тұрып, сені ұлтың қазақ болғаны үшін жұмысқа алмаған деген. Қалай сіздер ойлайсыздар? Сіздің жақта ондай бар ма? Осындай оқиғалар кездесе ме? Комментарийларыңызды астына жазыңыздар, тыңдайық, көрейік. Мүмкін осында жоғарыда отырған азаматтар осы біздің ролигімізді көріп, бір шешім қабылдап, осы мәселені шешер ме екен деген ой бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.